Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен ауызда еритін печенье жасаймыз. Бұның бір қызығы ол жұмыртқасыз. Бұл видеоны көрмес бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және менің арнама тіркелгеннен кейін колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде менің әр видеомды үзбей көретін боласыздар. Ендеше кеттік. Бірінші біз сары майды, қантты, айранды араластырып аламыз. Енді біз ұнымыздың үстіне қопсытқыш және ванилин қосамыз. Осы електің ішіне араластырып аламыз. Енді қосамыз. Тартысын қосып бір араластырып аламыз. Енді қалғанын қосып қамыр жасап аламыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын, енді біз оны жайып аламыз. Мінекей біз қамырымызды осылайша жайып алдық. Енді біз оны түрлі формалармен кесіп шығамыз. Әр печеньенің бетін қантқа батырып аламыз. Ыдысымызға қоямыз. Достар, енді біз печеньемізді 200 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің печеньеміз дайын. Ортасының қалай піскен қараңыздар. Егер де сіздерге менің рецептім ұнаса, лайк басып арнама жазылыңыздар. Және осы печенье туралы комментарийға пікір қалдырыңыздар. Мен оны міндетті түрде оқимын. Сау болыңыздар. Ас дәмді болсын.